Сәлем барлықтарыңызға, үй жағдайында балаларыңызға осы чипсыды дайындап беріңіздер. Бұны дайындағаннан кейін ешқандай дүкеннен чипсы сатып алғыларыңыз келмей қалады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін тамашалаңыздар. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен бізге керегі картоп және де осындай терка. Пышақпен кесем десеңіздер, дұрыс шықпайды. Сол үшін міндетті түрде дәл осындай теркадан өткізіңіздер. Жақсылап өткізіп аламыз ыдысымызға. Мінеке өткізіп алдық. Менің теркам шамалы ірілеу болғандықтан осындай қалыңдықта шығады. Ол маңызды емес. Одан кейін суымызға 4-5 рет жуып аламыз. Біздің суымыз осындай түссіз болғанға дейін жақсылап жуамыз. Ақ түс болмауы керек, яғни крахмалын кетіріп аламыз. Суын төгіп тастап, осындай қағазымызға немесе майлығымыздың үстіне жақсылап жайып шығамыз. Яғни картоптарымыз барынша кебуі керек, ешқандай дымқыл немесе су болмауы керек, барынша құрғатамыз. Осылай жайып шықтық, одан кейін үстіне міндетті түрде сүртіп осылай шығамыз, яғни суын сіңіріп алуымыз керек. Тағы да жақсылап 15-20 минутқа кептіріп алдым. Мінеке біздің картоптарымыз кеуіп шықты. Қолымызбен дәл осылай ұстаған кезде құрғақ болуы керек. Егер шамалы дымқылдау болса, біздің чипсымыз дұрыс шықпайды. Соған аса назар аударыңыздар. Одан кейін қуырып алғанға міндетті түрде қазанға қуырып алыңыздар. Асты өте қатты отта майымызды жақсылап қызғаннан кейін бірақ салыңыздар. Сол кезде жақсы қуырылады. Немесе алюминий ыдыстарыңыз болса да қуырып алғанға жақсы болады. Одан кейін екі беті шамалы сарғайып шыққанша қуырамыз, күйіп кетпеңіздер. Егер сіздің теркаларыңыз жіңішке болса, яғни картоптарыңыз жұп-жұқа болса, тез қуырылады, соған да назар аударыңыздар, күйіп кетпесін. Менікі шамалы теркам жуан болғандықтан осылай ұзақтау қуырып алдым. Жан жағы осылай қоңыр түске айналған кезде бірден міндетті түрде біздің салфеткамызға алып аламыз. Алғаннан кейін дәл ортасында міндетті түрде май қалады. Соны да қағаз салфеткамен міндетті түрде осылай майын сіңіріп алыңыздар. Өйткені олай жасамасаңыздар, біздің чипсыларымыз жұмсарып, дұрыс шықпай қалады. Бұған да аса назар аударамыз. Мінеке майын барлығын құрғатып алдық. Барлығын қуырып алып, дәл солай жасағаннан кейін ыдысымызға саламыз. Көрдіңіздер ме, қандай хрустящий болып, кәдімгідей қытырлап тұр. Даусы сіздерге естіліп тұр. Одан кейін қалаларынша дәмдеуішпен араластырсаңыздар болады. Менде паприка және де тұзбен дәл осылай ыдысымызбен араластырып алдық. Мінеке біздің чипсыларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Және де ешқандай дүкеннен сатып алмайсыздар бұны жасағаннан кейін. Мінеке достар, біздің үй жағдайында чипсымыз дайын болды. Видеом ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, өз ойларыңызды білдіріңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Дәл осы видеоны ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, менің каналымның дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.